Ал, қайырлы күн достар, армысыз қазақ елі. Шымкент YouTube арнасы балыққа дайындық. Балыққа дайындық осыдан басталады. Жылы су құйып, қазір жүгерімізді салып қойдық. Мына кәдімгі тауықтың жүгерісі. Бұны бірден сала салмайсыздар, 3-4 рет шаясыздар. Бұның ішіндегі үлкен-үлкендерін бөлек кейін қайнап болғаннан кейін бөлек бір ыдысқа саласыздар. Волосқа салуға дайындаласыздар. Қалғанын кармит етуге үлкен бір шелекке, бір ыдыс, ауыз жабық бір ыдысқа салатын боласыздар. Қазір дайындалу әдісін көрсететін боламын. Бұған дейін мендегі бүкіл қармаққа, балыққа арналған заттарымды көріп шығатын боласыздар. Так, достар, балконнан бастаймыз. Отыратын, шай ішіп отыратын столымыз, 4 аяғымен, ротботымыз, өздеріңіз білетіндей. Мына астымызда төсеп отыратын керамикалары. Значит, мелкий ната, креветница, етік, в общем, садок, кресломыз отыратын білесіздер өздеріңіз. Алдыңғы бағдарламаларыңыз көріп жүрген болсаңыздар білесіздер. Қазір жүгері қайнаған салсадан алсақ қоямыз, екі судың ыдысына. Сосын бізде массировка, жүгеріні қайнағаннан кейін сол балықтың басында кішкене біразын жегізіп, біразын бүтіндей салатын боламыз комбит етуге. Мұндай дүниелер бар. Машинаға да, балыққа да кете беретін. Жақып қойып, черпак-пирогтарын жақып қойып отырсаңыздар, әдемі кетеді. Келесі бізде карп-монтаждар. Лайн түрлері бар. Безопасный клипса. Және мынандай дүниеміз бар. Бәрі дайындап қойғанбыз, тартып. Бұның ішінен көрсететін болсақ, заттарды литкор бар. Және крючоктың болусын өлшейтін дүниелер бар. Сосын не бар мына? Өте пайдалы. Так, стопороктар бар, ящиктерде бар. Тартқысы орнылған дүниелер бар. Бұны мен андайға қолданып отырмын. Соңғы кезде жақсы жұмыс істеген осы болды. Осыны да қолданып көріңіздер, осылай істеп. Так, біздің свингер, сигнализатор. Алдын бір видео түсірген жақтан бұл түспей қалыпты. Қайтадан ашып көрсетуге тура келіп. Шаршаған өзі. Езіл болды мемлекетке келіп аққанына. Сатып жіберіп басқасын алайын десем, қимайын, жақсы көремін да бұны ше. Жағдайын қарсаңыздар, бұл не көрмеген бірақ әлесіп тұр, риза болдым. Қыста да, қарда да. Дайын. Өлмейтін екенше. Осы сигнализатор зор екен. 28 теңге ма тұрады. Бір жерлерде 32 теңге тұрады. Біреуін ақ қойсаңыздар, зор екен. Риза болдым өзім. Жақсы жұмыс істейді. Сатып құда қимай жүрмін. Келесі бізде ондай поводоктар. Болыспен дайындап қойғанбыз. Ал әрекетінде флюорокарбоновый дей ма? Сондай лескасымен тартылып дайын тұр. Ал бауырлар, жүгеріміз қайнап жатыр. Кішкене шекер қосып жіберейік. Бұл да бұл көмегін тиіп отыр осы аққаның. Сөйтіп бір араластырып қояйық. Бәрекелді. Мұнаның өзі біразға жейтін деп тұр қойдың. Бәрекелді. Біраз қайтып, өзіміздің еміз көрістейік қармақтарымызды. Біразын қайтып балконға кіргізіп едім мен, егер шашылып кетті. Так, біздің шай қойып ішетінін білеміздер. Қайта қойын орындарына, қайта бастырамыз. Бәрінен маңызды осы болып тұр бізде. Сумкасымен салып қоям осы жерге. Катушкасымен әбәден болып тұрады қармақтарым. Ешкімге зиян тигізбей
өзімен өзі әлек болып. Şöyle катушка каденза менде. Таяқтар қайда новелс и қайда икуарус. Әбәден болып тұрады. Мына менің қармақсақ тіреп қоятынам. Қазір фотосын көрсете салам. Не екен? Қазір енді жүгерінің қайнау барысын тағы салып отыратын боламын. Так, ревит деген орны осы ундивит деген шыққан деймін. Осыны беріп жүріпті. Ревит әп көрген. Ревит біраз магазин жүрген, осыны беріпті. Ундивит деп көреміз енді осыны қосып. Дәл осыны ұстап болады, бірақ ұстатында ревит деп жазып тұратын еді. Мүмкін дизайн өзгерген шығар, мүмкін аты өзгерген шығар, бірақ іші сол болса болды ладно. Соған ұқсап тұр маған да. Былай ұстап көреміз. Қатты андай қатты жұмсақ болып кетсе де болмайды. Сәл тұрса мына өзі дайын болады. Сәл 10-15 минуттай қайнасын. Сосын болады екен. Қазір сәл қатты екен ол. Қазір қайнасын қайтып. Ішіне су құйып қойдым. Жақсы достар, каналымызды алыстамаңыздар, лайк басып қолдап кетіңіздер.